Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен тілшілеріңіз Жеңіс Мұрат Айы. Бүгінгі репортажымыз ауылым алтын бесігім, ауылымыздың әсем жерлерінің бірі Ақбұлағымызға арналады. Бұлақ табиғаттың таза сыйы, тіршіліктің бастауы. Бұлақтың суы шөліркеген жанға ем, табиғатқа нәр. Ақбұлағымызға келетіндердің саны жылдан жылға артып келуде. Оның бірден-бір себебі бұлақ суының емдік қасиеті. Бұлақ көрсең көзін аш демекші, ауылымыздың мақтанышы Ақбұлағымыз туралы аңыздар өте көп. Ақсақалдардың айтуы бойынша, Ақбұлақтың тарихы сонау азамат соғысы кезеңінен бастау алады. Қиын кезде өз балаларын құтқарғысы келген аналар балаларын тасқа айналдырған. Ал қазіргі таңда бұлақтың айналасындағы тастар сол кезде тасқа айналған, балалар болса, одан ағып жатқан су аналардың көз жасы дейді. Осы орайда ауылымыздың азаматы Казиев Диас ағамыздың бастауымен ауылымызда бұлақ суы кәсіпорны ашылған болатын. Кәсіпорынның негізгі мақсаты бұлақ судың емдік қасиетін қазақ елі мен шет елдерге дәріптеу. Олай болса, кәсіпорынның жұмысымен бірге танысайық. Сәлеметсіз бе, Жұмагерей ағай? Бүгін біз сізде қонақтамыз. Осы зауыттың жұмыс барысы туралы қысқаша айта кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Ал біздің бұлақ су зауытына қош келіп жатсыздар, кәсіпорынға. Бұл кәсіпорын құрылған тек бір жыл болды жұмыс істеп жатқанымызға. 24 наурыз айынан бастап су шығара бастадық. Осында біздер шыны құтымен су шығарамыз. Сұраныс жақсы. Аулада өзіміздің ұңғымамыз бар. Содан носақы су жиналады. Онда осыны істеді. Бұл су тазартатын құрылғы. Мұнда бізде тазартқанда активдің угілмен, мұнда кварцевый песокпен, мұнда фильтрлардан 5 жерден тазартып шығады. Су өте таза. Таза сулар мұнда құйылады. Бұл біздің негізгі аппаратымыз. Осы насос бәрі осыдан қосылады. Толтырған шыныналар ана құрылғыдан кеуіп шыққаннан кейін осында келіп, осында этикеткасын жабыстырамыз. 105 градус ыстықта осына жібереміз, осына упаковка жиналып шығады. Ал осы біздің зауыттың өнімдері сұранысқа ие. Астанаға жүріп жатырмыз, Атырауға, Ақсайға, Оралға кетіп жатыр. Осымен жұмыс барысымен таныстырдым енді. Келгендеріне рахмет, қош келдіңдер. Ақбұлағымыздың суы бітпесін, ауылымыз көркейе берсін.